Мынау Ақтаудағы апат қазір бүкіл дүние жүзінің назарында. Мен біріншіден осы жолы әуе апатына ұшыраған отбасыларға қайғыра тұрып көңіл айтамын. Шынында аса қайғылы оқиға. Екіншіден, осы ұшақ апатында қайтыс болған қазақ, қырғыз, Әзербайжан бауырларымызға мен қайғыра отырып аза тұтамын. Алла олардың жанын жәннаты қылсын, рақымына бөлесін. Енді осы оқиға дәл қазір халықаралық басылымдардың бірінші назарындағы оқиға болып тұр. Жұрттың бәрі бұны ендігіде Әзербайжан мен Ресей ортасындағы бір үлкен дипломатиялық қақтығыс немесе Путиннің жауыздығы халықарадағы үлкен мәселеге айналады деп отыр. Иә, мен бұған келісемін. Ал бастысы, бұл арада қазақ билігі дәл қазір үлкен сынаққа дөп келді. Себебі қазақ билігі осы ұшақ апаты басталған сәттен бастап-ақ өздерінің ресейшіл пиғылын бүкіл дүниеге ашып қойды. Және қазірге дейін әрбір ұшақта болатын қара жәшікті таптық, таппадық, және қара жәшікті оқымау мәселесі туралы Қазақстан билігі жұмған аузын ашпай отыр. Бейресми дерек көздерінің айтуынша, бұл ұшақтағы қара жәшік қазір Ресейдің арнайы қызметі, яғни Ресей КГБ-сының арнайы агенттер жағынан алып кетілген дейді. Тағы бейресми әлеуметтік желіде кейбір дерек көздерінің айтуынша, Ресей тарапы бұл ұшаққа қатысты барлық дәлел фактілерді жоюға тырысып жатыр, ал қазақ билігі осыған атсалысып жатыр дейді. Енді жұрттың бәріне белгілі ашық ақпараттарды мен бұл арада қайталап отырмаймын. Мен өзімнің бұрынғы дағдылы ескі қаныма сіңген әдетім бойынша елдің бәрінің аузында жүрген, елдің бәрі білетін анау айтты, мынау битті деген ақпаратты айтпаймын. Мен сіздерге мынау халықаралық ақпараттардағы бір сараптамаларды жеткіземін. Біріншісі, дәл осы оқиға тұсында қазақ билігі Путиннің артын жабуға, Путиннің қылмысын жасыруға ұмтылып жатыр. Бұл бірден батыстың, әсіресе батыстағы адамдық құқық саласының және батыстағы осы геосаясатты шұғыл жіті бақылап отырған халықаралық ғылыми зерттеу институттарының назарын аударып отыр. Тіпті біздің өзімізге хабарласып хат жазып отырған кейбір лауазымды тұлғалар осы мәселеде қазақ билігі қалай істеуі мүмкін деген сұрақты қойғаннан-ақ, олардың дәл осы Путиннің әбден барар жер басар тауы қалмай, тіпті Трампқа қарай белгі беріп, енді Трамп билігіне келгесін, олармен кез келген уақытта соғысты тоқтату туралы келіссөз жүргізуге дайын екендігін Путиннің өзі күні бұрын мәлімдеп отырған осы сәтте. Ресей әскери техника, технология жағынан мүлде ырықсыз орынға түскен осы сәтте қазақ билігі тағы да Ресейдің артынан жүгіре ма? Жоқ, әлде кем дегенде Әзербайжанның басшысы Илхам Әлиев сияқты кем дегенде тәуелсіз бейтарап позиция ұстанама деп қарап отыр. Сөйтіп еді бүкіл дүние жүзі бір нәрседен қатты үмітсізденді. Иттің басын алтын табаққа салсаң шоршып түседі деген. Және иттің алдына қазы қарта қойсаң, олар қазы қартадан бұрын боқ жеуге әуестеніп тұрады. Себебі ит үшін алғанда боқ әлде қайда қазы қартадан гөрі жұпар иісі аңқып тұратын зат. Соған қазақ боқ жемесе иттің басы ауырады дейді. Міне Тоқаев өзінің нағыз КГБшник екендігін, нағыз Совет одағы кезінде фильтрден өткен, қатаң тәрбие көрген, кәдімгі адалдығы сынақтардан өткен, орыс десе немешегі елжіреп, орыс десе жүрегін жұлып беретін нағыз орыс құл екендігін дәлелдеп жатыр. Оның айқын дәлелі осы ұшақ апаты кезінде, осы ұшақ апатын құтқару мәселесін бірінші болып дрон арқылы видеоға түсірген Ақтаудағы жап-жас жігітті қазақ билігі бірден 15 күнге қамады. Себебі бұл жігіттің бұл видеосы халықаралық ақпараттарда, тіпті сараптамаларда ана ұшақтың қандай күйде жерге құлағаны, басымен бе, бауырымен бе, құйрығымен жерге шаншылды ма, жаңа шыққан өрттің жағдайы қалай, жаңа тағы ұшақтарды құтқаруға келген қазақ билігі не істеді, ерекше қызмет органдар, өрт сөндірушілер, немесе ұлттық қауіпсіздік, немесе басқа да қарулы армия, немесе күзет сияқты мекемелер не істеді, бірдеңелер тықты ма, жасырды ма, жоқ ұшақтағы қара жәшіктердің жаңа тығылған жерін олар жаңағы балталап шауып, немесе бұрғыменен тесіп отырып, жаңағы қара жәшік, қара қобдиды алуға тырысты ма, осы сияқты дәлел фактілерді дүниеге беріп қою мүмкін еді. Бірақ қазақ билігі бұл дрон ұшырған азаматты бірден 15 тәулікке қамады. Неге? Оның мүмкін жарияламаған басқа видеолары болуы да мүмкін. Ал оның жариялап берген видеосы қазір бүкіл дүние жүзіне керекті ақпарат болып отыр. Яғни бұл арада осы дроншы қазақ жігітті қамауы арқылы қазақ билігі өзінің барлық нәрседе халықтан үрейленетінін, шындықтан қорқатынын дүниеге дәлелдеп қойды.
Ал бүкіл дүние жүзінде оқиға болған жерге жеткен блогер болсын, жай қарапайым адам болсын, ол бір әскери мәселе болмаса, әскери технологиялық зат болмаса, оны түсіруге, таратуға толық құқылы да. Кез келген бұндай оқиғалар кезінде азаматтардың белсенділігі, ақпарат таратуы, ол ешқандай елде заңмен шектелмеген. Ал Қазақстан билігі бірден еш ойланбастан дронмен видео түсірген жігітті қамап жіберді. Бұл бірінші. Екінші нәрсе, мынау Мәулен Әшімбаев деген, анау қабағын түйіп алған қара жігіт. Жұрттың бәрі соны ойлап жүрді. Мәулен Әшімбаев Қазақстандағы бірден бір таза жігіт, ойбай былғанбаған, ресейшіл емес, нейтрал, осы тура оңға да бұрмай, солға да бұрмай, осы қақ ортадан жүретін жігіт дейді. Мүмкін оның әкесі жақсы болса болған шығар, жазушы сымақ болса болған шығар. Мен мұндай емес. Бірақ мына қазақтарда бір саяси сауатсыздық, мүмкін оның әкесінің бір жері алтын, бір жері күміс болса да, оның баласы нағыз советтік фильтрден өткен, және мынау Назарбаевтың кезінде де осы қанішер биліктің ит аяғынан жуынды ішкен ит екендігін қазақтар ұмыта береді. Дәл қазіргі Тоқаевтың кланы кезінде де оның осы биліктің ит аяғынан жуынды ішіп отырған нағыз кесік құлақты құл, таңбалы құл екендігін халық ұмыта береді. Әйтеуір біреудің сөзі жылы болса, әкесі баяғыда жақсы адам еді десе, қазақ құлайды. Сондықтан мен осындай саяси сауатсыз, осындай саяси топас халыққа ертең Құдайдың нығметі жауады дегенге мен де күдікпен қараймын. Неге? Халық ақ-қараны айырмайды. Ол сонда, әй жақсы ғой деймін, жақсы болды. Қазір міне мынау Мәулен Әшімбаев әлден оқиға болмай жатып, осы әлеуметтік желідегі ақпараттарға қарсы сөз таратып, оның барлығы былжыраған сөз деген сияқты мәнде өзінің максимал деңгейде орыстың артын жабатын пиғылын ашып тастады. Максимал деңгейде ашып тастады. Осыдан-ақ осы мәселе туралы Мәулен Әшімбаевтың ашық түрде осы ақпаратты жасыру, және осы ұшақ орыстың әуе қорғаныс жүйесі жағынан атқыланды ма, дронмен атқыланды ма, жоқ әлде жеңіл типтегі қарулармен атқыланды ма, осы мәселеде адам баласының бәрі талқылап жатыр. Неге талқыламауға тиіс? Әлеуметтік желіде қазір биліктің титушкалары шығып, ойба, елдің бәрі немене маман болып кеткен ба? Елдің бәрі әуе апатының маманы болып кетіпті ғой деп, халықты көзқарасын айтудан үркітіп, қорқытып жатыр. Ей, айналайын оңбағандар, не деген сұмырайлар? Мына битет, қазір екінің бірі маман екен ғой, ұшақ неге айтпеген, ұшақ неге битпеген, ұшақ неге Каспийге қонбаған деп неге адамдар талқылайды? Адамдар неге талқыламауға тиіс? Сен соны айтшы. Мына диктатуралық жүйенің жалдамалы жазғыштары басы Тоқайдан аяғы Мәулен Әшімбайға дейін халықтың мына дайын елге ашық жария тарап кеткен, Инстаграмдағы, Телеграмдағы тарап жүрген видеолар, ұшақтың ішінде отырған Әзербайжан азаматының калима шахадат айтып отырған видеолар, ұшақтың ішіндегі ана оттегімен тыныс алдыратын аспаптардың салбырап түскен, ұшақтың ішкі қабатындағы, ішкі жағындағы жабындының жарылып ұшақтың далдылы шыққаны, осы сияқты мәселелерге видеолар. Ал ұшақ құлағаннан кейінгі оның қанатындағы, ұшақтың денесіндегі шұрық тесіктер, осының барлығын халық талқылауға құқылы. Ол үшін сенің арнайы ұшақ апатын зерттеу ғылыми орталығының сертификатын алуың, Путиннің қолынан диплом алуың міндетті емес. Көзбен көріп отыр. Неге талқыламауға тиіс? Ол жүрекке операция жасайтын сондай маман емес. Енді қара жәшікті оқымау мәселесі, ол мүмкін мамандар керек шығар. Бірақ көріп отырған, көзбен көретін оқиғаларды талқылауға халық неге құқылы емес? Сондықтан бұл мәселеде ақпаратты барынша жасырып жауып отыр. Екіншісі, ұшақ апаты болған жерге барған журналистерді қуғындау, кіргізбеу. Сол жерге барған журналистерді қуғындап, жоламайсың, түсірмейсің деп арнайы армиямен күзетіп отыр. Кімнен қорқып отыр? Журналист бірдеңені бүлдіре ме екен? Максимал деңгейде тапсырма алған. Және ол ұшақ ары қарай жарылатыны жарылып болған. Енді ары қарай мына халықаралық сарапшылар енді ол ұшақ екінші жарылыс жасамайды деп отыр. Енді неге кіруге болмайды екен? Бұл жерде кімнің артын жапқалы отыр мына жүйе? Кімнің артын жасырып жауып жатыр? Неге өліп бара жатыр мына қазақтар? Мына қазақтардың мына жүйенің құлдығы бар ғой. Енді сөздің шыны, намысыңды тура енді өртеп жібереді ғой. Намысыңды өртеп жібереді. Оның қасында Илхам Әлиев әлде қайда Путинменен тепе-тең тұрып, иттің баласы деп Путинмен отырып сөйлесе алатын басшы екендігін дәлелдеді. Мен Илхам Әлиевті керемет бір демократ демеймін. Бірақ бір мемлекеттің басшысы ретінде, 7 миллион Әзербайжанды ұстап отырған адам ретінде, совет кезінде орыстар әдейі кесіп Түркпен Әзербайжанның ортасын, Түркпен Орта Азия түркілерінің ортасын бөлу үшін әрмендерге Қарабақты кесіп беріп қойғанда, сол заманнан бұның әкесі әрмендердің қолынан Таулы Қарабақты алайын деді. Неге?
Түркия мен Әзербайжанның ортасына Әрменнің басын тығып қою арқылы Түркия мен Әзербайжанның арасын үзеді. Ал Әзербайжанмен жалғасып отырған қазақ және қазақ арқылы жалғасып отырған Орта Азияны Түркиямен тіке байланысатын жолдан айырады. Бұл орыстардың ежелгі тәсілі. Мысалы, біздің Башқұртпен тіке көршілігіміз бар еді, оны алып тастады. Қалмақияменен біздің тіке көршілігіміз бар еді, оны ортасын орысқа беріп қойды. Қысқасы, Моңғолиядағы Баян өлгейде жасайтын қазақтар Қазақстанмен тіке шекараласатын жер деді. Ортасын бөліп алып Қосағаш қылып қойды. Қосағаш Ресейге қарайды, ол да қазақ. Қазақтар жасайды Қосағаш. Анау Шығыс Қазақстанда ол жерде Қазақстан территориясы. Баян өлгей ол жерде де қазақтар жасайды. Бірақ ортасын 50 километр Ресейге бөліп беріп қойды. Неге? Моңғолия мен Қазақстанды тіке тұтастырмау. Бұл орыстардың иттігі. Енді қараңдаршы, Әзербайжан сөйтіп, біз өзіміздің ежелгі ата қонысымызды аламыз және Түркиямен тіке шекараласамыз. Біз түріктермен жаңағы біз бір тіл, екі милләтпіз деп айтады. Яғни біз бір тілде сөйлейміз. Әзербайжан тілі мен түрік тілі шын мәнінде бір тіл. Бір тіл, тек қана азғантай айырмасы бар. Ондай айырма француз тілінің де бар, оңтүстік пен солтүстікте. Ондай айырма Италияның қалаларының ортасында да бар, бірімен бірінің айырмасы. Ал Әзербайжан мен түрік оның қасында бір ұлт деп айтуға болады. Енді қара. Илхам Әлиев сөйтіп Таулы Қарабақты алды. Әрмендерді тықсырды. Әрменді орыс қорғай алмай қалды. Арменияны қорғап отырған әскерін орыс шарасыдан Украинадағы алдыңғы шепке жіберді. Әрмендер ренжіп ОДКБ-дан шығамыз деп мәлімдеме тарататыны содан. Неге? Таулы Қарабақты ала алмай қалды. Енді қараңдар. Илхам Әлиев Мәскеуге мынау Путинмен кездесуге бара жатқан, ол кезде біздің мына сіздердің ұрғашы тоқайларыңыз жаңа Қазақстанда апат болып жатыр десе пысқырмайды. Неге? Су апаты болады, пысқырмайды. Анда жарылады, пысқырмайды. Мында апат болады, пысқырмайды. Тоқаев қашан қазақтың басына бір апат келген кезде Тоқаев бірінші кезекте келуші еді, келмейді. Ал Илхам Әлиев ұшақта отырып хабарды алып тіке Бакуге қайтты. Тіке қайтып, тіке осы оқиғаға жетекшілік істеген. Бұл бір. Екіншіден, мен әлгінде ғана YouTube-тың қауымдастық бөлігінде отырып ақпаратты жарияладым. Мына ресми дерек көздеріне сілтеме бере отырып, Қазақстандағы болған әуе апаты туралы, міне осыдан 14 минут бұрын Sydney Morning ақпараты былай деп жариялады. Sydney Morning. Мен оны қауымдастықта жарияладым. Ресейдің әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері Қазақстанда құлаған ұшақты атып түсірді деп хабарлады 4 дерек көз дейді. Не көрдіңіздер ма? Russian Air Defenses downed the plane that crashed in Kazakhstan, 4 source says дейді. Міне, көрдіңіздер ма? Мұна ақпаратты мен аударып тұрып жарияладым. Міне, аударып тұрып жариялап қойдым. 4 дерек көз осын дәлелдеді дейді. Тергеудің хабардар Әзербайжандық дерек көздердің бірі Reuters агенттігіне берген алдын ала нәтижелер ұшаққа ресейлік Pantsir S әуе қорғаныс жүйесі соққы бергенін көрсеткенін айтты. Оның байланысы Грозныйға жақындаған кезде электронды соғыс жүйелерінен істен шыққан дейді дерек көз. Бұл әдейі жасалды деп ешкім айтпайды. Дегенмен анықталған фактілерді ескере отырып Баку ресейлік тарап Әзербайжан ұшағын атып түсіргенін мойындайды деп күтеді деді дерек көз. Әзербайжандық тергеудің осындай алдын ала қорытындыға келгенін тағы 3 дерек көз растады. Ресей қорғаныс министрлігі түсініктен беру сұрауына жауап берген жоқ дейді. Яғни бір Әзербайжан тараптан ұқсамаған 4 дерек көз Reuters агенттігіне берген ақпаратында Ресей тарап ұшақты атып түсірді деген. Енді қараңыздар. Сол кезде Грознийда, яғни Шешенстанның Грозный қаласында тұман болды дейді. Бірақ дерек көздер ол жерде тұман болмағандығын айтады. Грозный ол күні ашық болған, және ұшақ ұшқаннан татып қонғанға дейінгі аралықта Грознийда тұман болмаған. Бұл 2. Ал ұшақты Грозный әуежайына қондырмай қойды. Неге қондырмай қойды? Өздері атып түсіргеннен кейін. Ал ары қарай оны тағы сол жердегі ең жақын Башқирияның тағы басқа әуежайларына қондыруға болады деді. Оны да қондырғызбай қойды. Ол кезде бұл ұшақ сол өзі жетіп тұрған Грознийға қонғанда мүмкін осыншама адам өлмейді. Мүмкін бірде-бір өлмейді. Олар әдейі қондырмады. Олар бұл ұшақты басы бүтін жойып жібергісі келді. Неге? Өздері атты, өздері қылмыс жасады, енді болды, қалғанда өлсін деді. Сонымен бұлар бұны Грознийға және Грознийға жақын жердегі әуежайларға қонуға рұқсат бермей, сендер енді кетсеңдер Ақтауға кетіңдер деді. Олар ойлады, Каспийді кесіп өткен аралықта Каспий теңізіне құлайды, сонымен теңіздің астында жаңа қара жәшігі де, өзі де, адамдар да бәрі опат болады. Теңіздің астына Каспий теңізіне түскеннен кейін ондағы шұрық-шұрық оқтың тесігі барын ешкім білмей қалады деді. Білмей қалады. Сөйтіп еді, мынау Путиннің қылмысын, Тоқаевтың қылмысын, Тоқаевтың 200-ді орысшыл саясатын, жаңағы анық орысшыл, бірақ өзінше өзін тәуелсіз қылып көрсеткісі келетін әккі саясатын білдіргісі, ашқысы келіп тұрса керек, жаратушының өзі ұшақ Каспийге құламай аман есен Ақтауға жетеді.
бірақ әуежайға жете алмай қалады. Енді қарашы, мына жердегі мына ұшақты жүргізушілердің мықтылығы шығар. Жаратушының оларға берген орайы шығар. Олар елді мекендерге де құлауына болатын еді. Бірақ елсіз жерге, ен далаға қарай құлауға тырысқан. Сөйтіп, жердегі басқа адамдарға, немесе үйлеріне, көліктерге зақым келмеген. Нәтижесінде бауырымен әлде басымен құлайды, бірақ арт жағында отырған адамдар тірі қалады. Ішінде 6 қазақстандық, 3 қырғызстандық бар. Енді сұмдығы Әзербайжан қаралы күн жариялап жатыр. Баку Грозный деп дәу қаралы жазу жазып адамдар аза тұтып жатыр. Ал бізде ше? Бізде 6 қазақ адам емес, 6 қырғыз адам емес. Не Қырғызстан, не Қазақстан қаралы күн жарияламайды. Бұл жердегі адамдар ойлайды, ойбай, 6 қазақ өліпті, 3 қырғыз өліпті, оған бала қаралы күн жариялауға тұрмайды деп. Шетелде бір адам өлсе де жариялайды. Гуглге кіріп іздеңдер. Бір адам өлсе де жариялайды. Бұл деген апаттық жағдай. Біреуді біреу көшеде кетіп бара жатып, атып кетіп өлтірген емес. Бұл ұшақ апаты. Ол ұшақ апаты ертең қалаңның қақ ортасына түсуі мүмкін. Ертең үлкен маңызды мемлекеттік қауіпті бір нысанға түйіп тұтас мемлекетке апат төндіруі мүмкін. Бұл әуедегі ұшақ. Сондықтан қаралы күн жариялауға тиіс, бірақ қазақ билігі жарияламайды. Және бірі өсек аяң таратпау туралы байбалам салып тұр. Ал ұшақ құлаған жерге алдын ала адамдар шауып отырып құтқару адамдар барады. Сол жердегі мына форма киген қазақстандық билік өкілдері, фотоға түсірмесей, видеоға түсірмесей керегі жоқ деп жатыр. Қарғыс дейгір оңбаған сұмырайлар осы сөзді айтқан. Әкемнің басына біреудің артын жабасыңдар ма? Билікке адал болғанда да осындай адал, орысқа адал болғанда да осындай адал сұмырай қазақтар бар кезде қазаққа Құдайдың қайтып жақсылығы жаусын. Елдер фотоға түсіріп жүр, түсірсін, видеоға түсіріп жүр, түсірсін. Ана жердегі жай форма киген бір есекбас түсірмеңдер ей деп айғайлап жүр. Осындай итағатшыл, осындай құлшыл қазақ болғанда қарғыс жаумай не жаусын қазаққа? Ош қылмысын, шындығын ел білуге тиіс. Фотоға түсірсе ұшақ ары қарай жанып кете ме екен? Видеоға түсірсе ұшақ ары қарай өртеніп кете ме екен? Фото видеоға түскеннен халық неге білмеуге тиіс? Енді қара. Жаңағы тірі қалған әзербайжандықтың видеосында дрон соғылған болуы мүмкін деген сөздер бар дейді. Мен оны твиттерде шолып отырып, әлгінде осы сұхбатымды жасаудың алдында ғана сәл бұрын көріп қалдым. Дрондық шабуыл болған болуы мүмкін. Ал ресейлік тараптан ешқандай үн жоқ. Ресейлік тарап осы мен тікелей эфирімді бастаудан сәл бұрын ресейлік тарап бұл мәселе туралы өсек аяң таратуға болмайды деді. Ал қазақстандық тарапта қазір тура бүкіл жалдамалы жазғышын шығарып, ойбай бәрің маман болып кеттің ба немене, өсек аяң таратпаңдар ақ көк деп. Атаңа нәлет, Құдайдың қарғыс тиген немелер. Халық талқылауға құқылы, шындықты білуге құқылы. Міне осыдан ақ міне Тоқаевтың бет пердесі ашылып қалды. Қазақ билігі қайтсек максимал түрде осыны жасырамыз деп жанталасып жатыр. Жұрттың бәрі білетін бір нәрсе бар, қара жәшік. Енді бұл қара жәшік бәр нәрсенің сырын ашады. Мәселе енді осы қара жәшікті мына зұлым Назарбаев Тоқаев билігі Путинге қос қолдап ұсынып, Путиннің алдында тізелеп отырып, ал пөтеке міне сіз алаңдаған қара жәшікті тапсырдық деп тура осы екі қолдарымен бейтіп тұрып тапсырмаса не қылсын енді? Неге бұл қара жәшік деген зат өртке шыдамды, суға шыдамды, жарылысқа шыдамды, ерекше материалдан жасалады, ең қарапайымы. Ол ұшақтың жаңа бірнеше жерінде ұқсамаған жерінде болады. Ол ұшақ жарылып күл талқан болса да, анау тұтасыменен сол жарылысқа төзімді металдардан, қорытпалардан жасалған. Және оның ішіне кіретін сигнал бар. Ары қарай жаңа ол мүмкін бір нәзік бір нәрселер арқылы жалған ішіне кіреді, бірақ ары қарай ішіндегі жазылған ақпарат ол судың, өрттің, қышқылдың, тағы басқа жарылыстардың әсерінен аман сақтайды. Ол тіпті теңіздің астына ұшақ құласа, осы қара жәшікте жазылған информациялар теңіздің астында жатып, өзіндегі батарейкаменен жаңағы спутниктік сигнал таратып, түт деп жаңағы код таратып, өзінің локациясын айналасына береді. Сондықтан оны жаңағы сканерлейтін басқа да аспаптар арқылы теңіздің қандай терең түбінде болса да, анау бәленбай уақытқа жететін батарейкасымен таратқан сигнал арқылы оның қайда екендігін біліп алады. Қара жәшіктің сипаты осы. Ал қара жәшіктің сипаты ол көптеген ақпарат жазады. Бірі, осы ұшақты жүргізуші, ұшақты айдаушылардың өзара сөзі, яғни әзір ұштық, қазір шықтық, міне локациямыз мұнша бойлық, мұнша ендікте келе жатырмыз, міне оң мотор қозғалды, міне сол мотор қозғалды, міне жаңа қысым мұнша, міне ауа қысым мұнша, міне ауада алдымызда мұнша жылдамдықтағы жел көтерілді, міне біз бүйттік, міне жаңағы доңғалақты жазып алдық, міне айттық. Бүкіл ақпарат, бүкіл коммуникациялық сөйлесу
жазылады. Бұл бір. Екіншісі, ұшақтағы жаңағы екі жақтағы моторлар, сақтық запас моторлар, олардың ашылған жабылғаны, ана қанатта ұшақта отырсаңыздар болады, кәдімгі қанат былай болып отырған кезде бір кезде қанаттан былай көлденең қақпақша көтеріледі. Көлденең қақпақша не? Ана ұшақтың кетіп бара жатқандағы желге қарсылығын көтереді. Тоқтаған кезде көтереді. Неге? Анау жел, мына дәу қанатта мына желді тосып отырып жылдамдықты баяулатуға көтеріледі. Және ол қанаттың қаншалық көтерілуіне қарай ана ұшақтың бағыты, мысалы ұшақ оңға бұрылатын кезде сол жақтағы қанаттың жаңағы оңға бұрылатын кезінде оң жақтағы желге қарсы қанатты көтереді де ол жылдамдық абсолютті баяулайды. Ана сол жағында қанаты көтерілмеген жағының жылдамдығы артып бұрылады. Қысқасы оның көп функциялары бар. YouTube'да қарасаңыз оның бәрі айтылған. Ұшақта моторлары бар, моторлар бұзылған жағдайдағы сақтық моторлары бар. Бұл жерде тек анау жүргізушілердің өзара сөйлескен ақпараттары түгілі, ана жердегі моторлар, мысалы енді машинаңыздың алдында да қалың сағаттар тұрады ғой, мысалы жылдамдығыңыздың сағаты тұрады. Бензиніңіз, газыңыз жеткілікті ме, қанша литр қалды, сол көрсететін тұрады. Сосын тағы анау электр қуат сақтағышыңызда қанша тұрды, қыздыма тұрады. Қысқа сол сияқты көрсеткіштердің бәрі анада уақытымен бәлен кезде былай болды, түген кезде былай болды жазылады. Ал бұл қара жәшіктің мақсаты бұл сонымен қатар әуе мынау ұшақтарының ұшуындағы жаңағы әрбір техникалық бөлшектердің жұмыс барысы, уақыты, орны, қашан, қай жерде ол қалай қозғалды, ертең шырғалаң шықса қалай, ары қарай осы шырғалаңдардан адамдарды қауіпсіз тасымалдауға байланысты ақпараттарды алу үшін болады. Және осы ұшақты жүргізу барысындағы басқа да оқиғаларды жазып отырады. Енді қараңдар, бұл қара жәшік өте маңызды. Енді осыны Әзербайжанның қолына тие ме, жоқ біздің мына сүмелектер Ресейге тапсырып бере ме? Гәп осында тұр. Ол Тоқаевтың алдына қойылған үлкен сынақ. Бірақ Тоқаев оңға қарай жұмыс істейді, ақиқат үшін жұмыс істейді дегенге сену, ол енді шайтан бір күні тәубасына келіп енді. Бәлен 1000 жыл адамды азғырдым енді, Құдайдан қорқайыншы деп тахарат алып намаз оқиды дегенге сенгенмен бірдей. Тоқаев қазаққа пайдалы жұмыс істейді дегенге сену, шайтан ораза ұстап тақуа мұсылман болады дегенге сенгенмен бірдей. Бұл зұлымдар өліп көрге кіріп бара жатып, қожайыны орыс үшін жұмыс істеп кетеді ғой. Өліп бара жатқан кезде орыс үшін жан пида деп ант су ішіп кетеді ғой. Бұл енді бүгінгі ұшақ туралы айтқан деректеріміз. Ресей тарап қазір осы ұшақ туралы жаңағы деректерді әлі айта алмаймыз, ақалай көкалай деп отыр. Енді көп нәрсені қауесет тарихтайық деп шырпыр болып жатқан Әшімбаевтың бетпердесі ашылды. Бұл деген сөз қазақтарға бір нәрсені айтам. Қазақстанда ойламаңдар, жоғарғы билікте отырған санаулы адам ғана Путиннің адал құлы, қалғандар шарасыздан күн үшін күлік жеп жүр ғой деп. Жоқ. Облыс әкімдеріне дейін Путин тағайындайды. Облыс әкімдер, депутаттардың бәрі Путиннің алдында отырып ант су ішеді. Және ФСБ, КГБ-ның жаңағы адал тексеруден өтпеген, КГБ-ның фильтрінен өтпегендер Қазақстанда билікке келе алмайды. Яғни тұтас қазақ билігі, ана аузы қисық Айдос Сарым, жаңағы орысшыл, мәскеушіл ақпараттарды ашық айтатын, жаңағы біз орысқа қарыздармыз, қазақтар орысқа борыштар дейтін осы сүмелектердің барлығы анығында сол басындағы Назарбаев, Тоқаевтан, Құлыбаевтан тартып, аяғындағы соларға дейін тұтасыменен орыстың бопсасына түскен, қармағын қапқан, қақпанын басқан, басы байлы таңбалы құлдары. Енді мынау жұрттың бәрі таңырқайды. Мынау Каспий, міне, мынау ұшақтағы мынаны қараңыздаршы міне. Мынау тесіктерді қараңыз. Енді осыны ұялмай, қызармай, Каспийдегі құстар тесіпті дейді. Бәріміз ұшып жүрміз ғой ұшаққа, Қазақстанда да, шетелде де. О заманда бұл заман қанаты сөйтіп шұрқ-шұрқ тесілген ұшақты қонғанда да ұшудан бұрында көргендерің бар ма? Бұл деген сөз, мен енді кеше әзілдеп бір салып қойдым енді. Бетімен кеткен Каспийдің құстарын штраф салыңдар деп. Салып қойдым. Енді Тоқаевқа, енді құстар тесіпті десе, Тоқаев не істейік енді мына ұшақты не істейік десе, Каспийдің құстарына штраф салыңдар деген болу керек. Енді одан басқа не айтады енді? Одан басқа оның айтатын да жоқ. Мен жұрттың бәрі әлеуметтік желде мойындаған болар. Мен бұл соғыс Каспийге келеді дедім, келді. Ақтауды атқылайды дедім, келді. Бірақ дәл осы ұшақ апаты сияқты апат болады деп ойламаған едім. Себебі Ресейдің Каспийде әскери базалары бар. Алдыңғы жолы баллистикалық зымыранды атқанда сол Каспий маңынан атқан.
Енді соны өзі қазір бір емес, екі дрон, екі зымыранды зерттеп жасап қойған Украин. Адамзаттың соғыс тарихында бірінші болып аквадронды қолданған. Адамзаттың соғыс тарихында бірінші болып жер бетінде жүретін робот техниканы, яғни адамсыз жүретін робот техниканы қолданып, сол робот техника арқылы жауға соғыс ашқан, жаудың минасын тазалаған, робот техника арқылы камерамен көріп бақылап, және үстіндегі атқыш қару арқылы жауды атқылап отырған техниканы соғысқа қолданған украиндер қазір дүние жүзіндегі соғыс техникалары бойынша жаңалық ашуда дүниенің бірінші орнындағы мемлекет, және бұлар өздері зымыран зерттеп жасап. Бұл зымырандарының атында жарияладық. Украинаның зымыраны ол дүние жүзіндегі мықты зымырандардың сапына қосылады. Енді ойлаңдар, Украина онымен түктес істемейді екен деп ойламаңдар. Украина ол арқылы енді Ресейдің әкесін танытады. Трембита деген зымыраны қазір 2025 жылы Украина өздерінің Трембита деген зымыранның 3000 данаға жеткізіп отырып өндіретін жариялап отыр. Бұл зымыранның ұшу қашықтығы 200 километр. Ал оның құны небәрі $15,000 тұрады. $15,000 тұрады. Бұл Трембита зымыраны 3000 дана деген сөз не? Енді бұл өте жойғыш, өте тиген жерін жарып, анау дәу-дәу алып ғимараттарды күлін көк ұшыратын зымыран. Өте арзан. 200 километрді жазсам, жұрттар жазыпты, алыс қоша алмайды екен деп. Мәселе Украинаның соғыс майданының өзі қазір 1500 километрден астам. Ол сол алдыңғы шепке тақап келіп, алдыңғы шептің өзінде жаңағы соғыс болып жатқан жерден 40-50 километр жерде отырып, яғни қауіпсіз жерде отырып 200 километрге жарып, алдыңғы шептерінде 3000 зымыранмен орыстардың бүкіл әскери казармаларын, әуежайларын тасталқан қылалады. Ойламаңыздар, қазір Ресейде мындай жағдай. Ресейде әуе қорғаныс жүйесі тұтасымен салданды. Ал Ресейдің қазір өзінде бар С-300, С-400, С-500 деген әуе қорғаныс жүйелері тек өте маңызды қоймалар, өте маңызды әскери нысандарды қорғауға ғана жеткілікті. Ал украиндер оның бәрін талқандап болды. Немен? Хаймарспен, Storm Shadowмен. Бұл әуеден ұшып келе жатқан бұл Украинаның дрондарымен зымырандарын атуға Ресейде қазір зымыран жетіспейді. Неге? Ұшып келе жатқан Украинаның дронының құны ең арзаны $500. Дронның құны. Қымбат дрондар $5000-10.000 дрондар бар. Ал $5000-10.000 дрондардан бастап $500 арзан картон қағаздан жасаған дронды атып түсіру үшін орыстар $1 миллион, $10 миллион, $20 миллион, тіпті арзаны $5 миллион зымыран қолдануға мәжбүр болады. Ал ол зымыранды қонғаннан ол Элон Масктың зымыраны емес, қайтып келіп өзі үш ширағымен шайшылып немесе анау металл қолға бүйтіп ұсталынатын. Ол бітті, ол күйді де кетті. Сонда ойлаш, кім пайда табады? Украиндар пайда табады. Ал мына зымыранның құнын көрдіңіздер ме? $15,000. $15,000 деген не? Украина 3000 дана $15,000 зымыранын атады. Ресей енді бұл зымыранды әуеден атып түсіру үшін не істейді? Өзінің жаңағы $10 миллион, $50 миллион, $15 миллион зымырандарын атып, бұны әуеде ұшып келе жатқан кезде жарып жіберуге мүдделі болады. Ал бұның құны $15,000. Ал Ресейдікінің құны $1 миллион. Ал ол зымырандарды Ресей қазір күніне бәленбай данадан жасай ала ма? Жасай алмайды. Ресей зымыран жасамақ түгілі қазір екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Т-62 танктеріне дейін, тіпті Т-14 танктеріне дейін қолдануға мәжбүр. Ал Ресейдің Орал танк зауыты қазір мүлде жаңа танк өндіре алмайтындығын білдіріп қойған. Халықарадағы әскери зерттеушілердің осы жуырдағы сараптамасында Ресейдің Орал танк зауыты міне соңғы бірнеше айда ешқашан бір жаңа танк өндіріп шықпаған. Бір дана танктың өзін өндірмеген. Ал онда бұл зауыт неменеге бәленбай мың жұмысшы маман орыс зауытта немене істеп жатыр? Ана алдыңғы шепте бүлінген танктердің бүлінген бөлшектерін ауыстырып, соны ремонттап, жамап жастап, соны қайтадан жіберуге ғана қауқарлы. Ал танктерді осы заманды қаруларға керекті жоғарғы деңгейдегі бөлшектердің бәрі Еуропадан, шетелден келеді, санкциясы алынды, Ресей оны жасай алмайды. Ал танктерді жасауға ішіне қолданатын чиптерді ала алмағаннан кейін қайтеді, екінші дүниежүзілік кезіндегі ескі танктерін қолданып отыр. Міне Украинаның соғыс ұшағында екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы кезіндегі ағаш қанатты ұшақтардың пайда болғаны, оны тіпті сол жерде украиндердің өзі таңырқап видеоға түсіріп, міне ескі антикваре аспанда ұшып жүр деп бүкіл дүниеге масқара қылғаны осыдан ақ. Ресей қазір мүлде шамасы жоқ. Енді мынаны ойламаңыздар, $15,000 тұратын мына зымыран 200 километр ұшады екен деп. Украина 3000 дана $15,000 тұратын арзан зымыраны
сол соғыс болып жатқан алдыңғы шепке ең жақын жерге алып келіп тұрып атады Ресейге қарай. Ресейде екі ақ түрлі таңдау. Не оған қарсы миллион долларлық зымыранды қарсы атып ұшып келе жатқан зымыранды әуеде тосады, өзі зымырансыз қалады. Екіншісі үнсіз отырады. Қазір Украинаның дрондарын жаңағы атып түсіру мүмкін болмағаннан кейін орыстар соңғы кезде болды, сол соғылса соғылсын деп соған қарап отыратын деңгей, шарасыз түрде қарап отыратын деңгейге жеткен. Міне осы. Ресейдің шипасы бітіп отыр. Бірақ бұл қалай дегенмен Қазақстандағы мына орысшыл билік ындынын өзгертіп, ниетін өзгертіп, қайтадан адамзат жаққа қарай, ақиқат жаққа қарай ауысады дегенді білдірмейді. Бұл осымен бірге бітті кетті деген сөз. Міне кеше